Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Бүгін сіздермен өзімнің таңғы асқа жасаған хачапури, яғни кейбір жерлерде хачини деп те айтады. Сол рецептпен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге бар жоғы 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық, 1 дана жұмыртқа, аз ғана сұйық май қосып, үстінен кефир, айран қосып, 300 грамм қамырын жұмсақ етіп илеп аламыз. Ешқандай қопсытқыш, сода, дрожж ештеңенің қажеті жоқ. Жай ғана осы 3 затты қосу арқылы қамырды жұмсақ етіп илеп аласыздар. Қолға жабысқақ болады қамыр. Сонда да жабысқағы жазылсын деп қамырды мөлшерінен көп қосудың қажеті жоқ. Шамамен 300-350 грамм ұн кетеді. Шамалы қолға жабысқақ болуы керек. Ол табиғи. Илеуі бастысы жақсылап қануы қажет. Илеуіне мән беріңіздер. Шамалы басында жабысқақ болады, кейіннен жабыспай қалады. Біраз демалдырсаңыздар, өзі илей берсеңіздер қолға онша жабыспайды. Шамалы 5-10 минут демалдырып қоямыз. Оған дейін сырымызды майда ұсақ теркадан өткізіп аламыз. Мен бұл жерде өзіміз жақта өндіретін сырды алдым. Әркім өзінің қалауы, негізі еруге қолайлы сырдың барлық түрі жарай береді. Сырын көп қосқан сайын хачапуриімізді, хачинамызды өте дәмді болып шығады. Мен сырымды өте көп қосқан жоқпын. Өткізген сырларыңызды 4 бөлікке бөлесіздер. Қанша қамыр бөлік болса, сонша сырдың бөлігінде бөліп үлкен құрт шағылып жасап аласыздар, дөңгелектеп жинап. Мінекей, барлық сырымыз дайын. Келесі кезек бізде қамыр. Қамырымызды да 4 бөлікке бөліп аламыз. Достар, егер сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Мен сіздермен күнделікті әртүрлі рецепттермен бөлісуге әркез асығамын, және сіздердің барлығыңыздың мен үшін орындарыңыз бөлек. Әсіресе әрбір басқан лайктарыңыз маған керемет көңіл күй, шабыт сыйлайды. Біле жүріңіздер, комментарий бөліміне де өз ойларыңызды жазып отырсаңыздар, қуана кері байланыста боламын. Міне қамырларымызды 4 бөлікке бөліп жайып аламыз. Өте үлкен қылып жаймаймыз. Диаметрі 10-15 сантиметр жайсаңыздар жеткілікті. Әр жайған қамырдың арасына алдын ала шеңберлеп алған сырларымызды салып, қайтадан жуалалаймыз. 4-еуінде дәл сол әдіспен жайып шығасыздар. Өте керемет, жылдам піседі, әрі қоспасына да көп нәрсе қажет емес. Бастысы таңғы асқа өте тойымды. Жас талғамайды. Үлкен кісі, жас балалар барлығына да қолайлы рецепттің бірі. Міне, 4-еуінде дәл осы әдіспен керемет етіп жасап алдық. Енді осы жасалған үлкен шаршыларымызды қайтадан жайып шығамыз. Бұл уже бізде соңғы этаптың бірі. Міне, 3-ші рет жайған кезінде, арасында сыры бар кезінде табаның көлемімен асып кетпейтіндей етіп, қалыңдығының диаметрі 1 сантиметр етіп жайып шығасыздар. Өте жұқа да болып кетпесін, өте қалың да болмасын. Барлығын бір келкі етіп, дәл осы әдіспен бірінен соң бірін жайып алсаңыздар болады. Хачапурида, хачинада жалпы грузин халқының ұлттық тағамының бірі болып саналады. Олар әсіресе өздеріне тиесілі мерекелерінде
көптеп пісіріп жатады. Біздерде де айт мерекесінде өзімізге тиесілі бауырсақ шелпегімізді пісірсек, ол халық осы хачапуриді пісіреді екен. Оның да өзіндік бір дәстүрі бар. Және олар ешқандай оның қоспасын өзгеріске ұшыратпай, дәл сол көне әдіспен дайындайды екен. Міне, төртеуінде жайып бітірдік. Келесі кезек бізде пісіру. Пісіру кезеңі өте оңай және өте жылдам піседі. Уақыт көп кетпейді. Бар жоғы 20 минут уақытыңызды алуы мүмкін. Осы жұмыстың барлық барысы. Қызып тұрған табаға ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Алаудың астын өте қатты жақпаймыз. Өте төменде болмау керек. Орташа алаумен екі жағын кезек-кезек аунатып пісіреміз. 2 рет аунатсаңыздар да жарайды. Мінекей арасына ауа барып, ісініп, өзі керемет болып піседі. Өте жылдам піседі. Қызыл-қызыл болып, пәтірнан сияқты болып піседі. Екі бетін кезек-кезек айналдырып пісірсеңіздер, толықтай піскеніне көз жеткізесіздер. Және пісіп болғаннан соң үстіне үстіп қалаған сары майларыңызды жағып, дастарханға бөліп тарта берсеңіздер болады. Осымен хачапурimiz дайын. Қалғанды дәл сол әдіспен пісіресіздер. Мінекей, дастарханға мархабат, ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Саухенбаева. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар.